Кайырлы күн, кадырменді тыңдармандар. Сіздер бүгін күн жүйесіндегі ең алып планета Юпитер туралы біршама мәліметтер алатын боласыздар. Автоматтандырылған ғаламшар аралық станция Юнона жерден 2011 жылы ұшырылған. Ол Юпитердің орбитасына 2016 жылдың 5 шілдесінде жеткен. Ғалымдар Юпитер құпияларын ашуға ниетті. Юпитердің магниттік полясы, яғни тартылыс күші күн жүйесіндегі басқа ғаламшарларға қарағанда өте күшті. Оның тартылыс күші күнге қарай 7 миллион километр, ал Сатурн ғаламшарына қарай 650 миллион километр қашықтыққа дейін жетеді. Ал Юпитердің радиациясы жерде кездесетін кез келген радиация мөлшерінен 1000 есе артық, яғни адам өмірі үшін аса қауіпті. Юпитерде адам немесе кез келген тірі жан үшін өмір сүру мүмкін емес. Өзінің жерден 717 есе артық салмағына қарамастан, Юпитер күн жүйесіндегі ең жылдам ғаламшар болып саналады. Юпитер өз осын бар жоғы 10 сағатта айналып шығады. Алайда күнді толық айналып өту үшін Юпитерге 12 жыл уақыт қажет. Юпитердің айналу жылдамдығы 5000 км сағатты құрайды. Ал жердің айналу жылдамдығынан 27 есе артық. Юпитер басқа ғаламшарлардың қалқаны. Себебі ол күн жүйесіндегі ең алып ғаламшар. Юпитер тіпті біздің жер планетасында өмірдің пайда болуына әсер етуі мүмкін деген болжам жасалған. Басқа ғаламшарларды астероидтар мен аспан денелерінен қорғайды. Юпитердің тартылыс күші көптеген аспан денелерінің бағытын өзгертіп, оны жер сияқты ғаламшарларға құлаудан сақтайды. Қазіргі таңда Юпитердің 67 табиғи спутнигі анықталған. Осымен балалар, сіздерге арналған Юпитер туралы мәліметтердің легі осындай. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.